сәлем. Бізде бүгін керемет ойын. Ойынды соңына дейін көріңіздер және лайк басып тіркеліп қойыңыздар. Қандай ойын? Игра в кальмара. Трендте жүрген игра в кальмара ойынын ойнаймыз. Қандай ойын деп ойлайсыздар? Кеттік, көреміз бірге. Басталды. Жоқ, таяқ жерге тасталды. Ойынымыз басталды. Достар, ойын шарты келесідегідей. Бізде неше ойыншы бар? 4 ойыншы бар, достар. Бұлар әркім өзі үшін күреседі. Бұл жерде түсініңдер ме? Әркім өзі үшін күреседі. Бізде және 5 есік бар екен ғой. Бізде 1, 2, 3, 4, 5 есік бар. Қазір бұлар ән айтып айналады. Мен кез келген санды айтам. Мүмкін мен 3 деуім мүмкін, мүмкін мен 1 деуім мүмкін. Сол кезде 1 десем, біреуден әрқайсың бір есікке кіресіңдер. 3 десем, жұптасып, үшеуің бір есікке кірулерің керек. Кім қалып қойды, кіре алмай. 4-ші боп, артық боп. Сол ойыннан шығады. Түсінікті ме? Кеттік, ал. Қолымызды ортаға қоямыз да айналамыз. Дөңгелек. Дөңгелек, дөңгелек. Я, най. Ләләйіл, мен әлі айтқан жоқ, айнала беріңдер. Дөңгелек, я, дөңгелек, дөңгелек, я, 1. Соңғы боп кім көрді бізде? Шығыңдар болды, шығамыз, Айзере, шық. Бізде соңғы болып есікке негізі Дана кірді. Бірақ бұл ойынның репетициясы болсын, я? Енді түсінікті ғой, я? 10 секунд бересіз ғой? Давайте кеттік, енді келесі айналым. 10 секунд бересіз. Жарайды. Қол беріп айналамыз. 1, 2, 3, 4, 5 есікке кіру керек. Дөңгелек, дөңгелек. Я! Дөңгелек, дөңгелек. Я! Лай. 2! Шығыңдар. Оймай. Әй, шығыңдар екеуің. Екеуден кірдіңдер дұрыс, бірақтан бізде ше, соңғы екеуің кіріп қалдыңдар негізі. Енді давай тағы айналамыз. Кім? Екеуден, бірақ тауып кірдіңдер, я? Екеуден. Жарайды. Ал кеттік. Дөңгелек, дөңгелек. Я! Дөңгелек, дөңгелек. Я! Лай. 3! Шығамыз. Достар, бізде ойын шарты бойынша Ая қалып қойды жалғыз өзі. Ая, сен ойыннан шықтың, ке мен қасында тұр сен. Енді 3 қалды. Мен қасында тұр сен, ойынға қатыспайсың сен. Ал, давай, кеттік, айналамыз. Достар, шығыңдар болды. Айзере ұтылып қалды, Айзере. Бізде жеңімпаз Иман және Дана командасы. Екеуің жеңдіңдер. Енді ше, соңғы бір адам қалу керек қой бұл ойын шарты бойынша. Екеуің айналасыңдар. Және мен 3-ке дейін санаймын. Иә, бірақ адам қалу керек. Мен 3-ке дейін санаймын. Сол кезде есікке. Жоқ, кез келген есікке кім бірінші кіріп кетеді. Түсіндер ме? Давай. Сендер екеуі шетке тұрыңдар есіктен, ойынға қатыспайсыңдар. Ол есіктерде қазір кедергі болмаңдар. Ал кет, қолдарыңды беріңдер, айналыңдар. Дөңгелек, дөңгелек. Дөңгелек, дөңгелек. Стоп! 1, 2. Болды, шық, Иван, шығыңдар.
Oyun şartı boyunca İman шығыңдар болды. Oyun şartı boyunca İman жеңіске жетті. Ой, ұнады ма ойын? Ал енді кеттік достар, келесі екінші шарты, екінші тур. Достар, бізде келесі екінші шартымыз мынандай. Бізде ар жақта 3 үстел бар. Сол 3 үстелге ән тоқтаған кезде мен стоп деген кезде отырып үлгерулерің керек. Әркім бұл жерде де өзі үшін күреседі. Түсінікті ме? Бізде бірінші турда Иман жеңіске жеткен еді. Бұл турда кім жеңіске жетеді екен көреміз. Кеттік. Айналамыз. Жоқ. Билей беріңдер, мен әлі айтқан жоқ. Стоп! Жоқ, отырып қойды ғой, ана отырған есептеледі ғой. Ойын шарты бойынша отыру керек кәдімгідей. Столдың 90%-ына отыру керек. Бізде Ая бірінші турдан да бірінші шығып қалып еді, бұл турда да бірінші шықты. Бір үстелді алып тастаймыз енді. Бір үстелді алып тастаңдар. Ала берсеңдер, бәрібір ғой. Бір шетке қойыңдар, бер жаққа. Енді 2 үстел қалды, 3 қатысушы ойыншы қалды бізде. Кеттік, ал. Айналамыз. Стоп! Так, көреміз. Басынан бастаймыз. Мен қарап үлгере алмай қалдым. Басынан бастаймыз. Кет. Дөңгелек. Я! Дөңгелек. Я! Лай. Стоп! Айзере отырып қойды, Дана. Айзере отырып қойды. Бір стелді алып тастаймыз. Кеттік. На 2 қаншайым шығып кетті. Енді 2 үлкені қалды. Я. Лай. Хей, дөңгелек. Ас, деген жоқпын мен әлі. Дөңгелек. Стоп! Елу отырдыңдар, давай. Жоқ, сендер мені тыңдаңдар, олай орындықты алып қашуға болмайды. Орындық орнында тұрсын. Кеттік. Дөңгелек. Я, дөңгелек. Я, стоп! Иман, ойын шартын бұзып жатсың, болмайды олай. Болмайды, басынан қой. Жоқ, болмайды. Енді ойын шартын бұзсаң, Айзерені жеңіске жетті деп есептеймін мен. Түсін ба? Саған штрафной болады. Дөңгелек. Я, дөңгелек. Стоп! Жоқ, екеуіңді артта кезде айтып жатырмын, да, дейім. Енді нечесін кетеді, қайта ойын берсек. Ойын шарты бойынша Айзере жеңіске жетті. Ойын қызықты болды ма, ұнады ма? Достар, осымен біздің видео аяқталды. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып, тіркеліп кетіңіздер. Сау болыңыздар.